Сәлеметсіздер ме, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Бүгін сіздерге жантақты қай уақытта қолданылатынын айтамын. Именно қазіргі уақытта мына жантақ ашылып қып-қызыл болып әдемі болып тұр ғой. Соның несін мен бір шағын үзіп алдым да, тура осылай күнге кептіріп қоямын. Бұл тем более қазір күн ыстық болғандан кейін қараңыздар, қып-қызыл гүлімен тұр, иә. Бір пәсте, мысалға мына мен қойдым ба, азанғы уақытта қойдым, кешке дәл осылай құрғайды. Келіге салып майдалап алдым. Сосын бұны мен майдалап алғаннан кейін, ананың барлығын майдалап алғаннан кейін, бір талай болады, бір пачка болады. Пакетке салсаңыз. Сонымен бір қасығын осылай майдалап алғаннан кейін, бір қасығын салып, бокалға кәдімгідей ыстық қайнаған су құямыз. Қып-қызыл гүлімен әдемі болып тұрады. Қараңыз, қып-қызыл гүлімен тұр, иә. Мынау бокалым кішілеу болды, үлкендеу бокалға салдым. Сосын жабайы жусан қосып жүрсеңіздер, жабайы жусан, бұның да құрғатылғаны бар. Құрғатылғаны бір несін қосамыз. Бір болмасын үзіп қоссаңыз, кәдімгі бұл неге пайдалы? Организмді әдемі қылып, шлактарды полный шығарады. Сосын аллергия дейсіз ба, бүйректе тас бар ма, өтте тас бар ма, соның барлығын майдалап шығарады. Қараңыз, қарасаңыз, сап-сары болды, сразымшы. Енді бұл қып-қызыл гүлімен тұр ғой, көресіз ғой. Егер осылай қып-қызыл гүлімен болатын болса, осылай рең береді, әдем болып. Бұны қып-қызыл гүлімен не үшін қолданамыз? Біріншіден, аллергия болса, адамда қандай аллергия болса да, соған қатты ем болады. Мына қараңыздар, 15 минуттей тұндырдым. Бұны ситаға қойып, әдемлеп құйып аламыз. Мен өзім кәдімгідей бұны жақсы көрем ғой. Күнде азанда бір, кешке мен дайындап қоямын, азанда беймарал ше беремін. Қараңыздар, рахат қой бұл несі. Осындай шөпке мен кәдімгідей үйренген ғой. Күшті, айталмаймын. Бұның еміні бірде айтып беретін болсам, жүректе тромб болады ғой, иә. Жүректе тромб болса да, кейін қатты жөтел болса да, қатты қысылып қалады жүрек, сол кезде ішсеңіз де өте керемет пайдасын береді. Өт, бауыр, барлығыны әдемлеп тазалап береді. Әсіресе мен көбінесе аллергияға қатты көмектесетініне көзім жетті. Бізді көршіміз дәл осылай аллергия болған еді. Осыны айтқан ем. Бір ай тоқтатпай ішкен еді, вообще түсті ғой аллергиясы. Қараңыздар, бүйректегі тастарды әдемлеп емдеп, өттегі тасты да әдемлеп ертіп